Баршаларыңызға қалайсыздар? Бүгін түскі асқа бір жейтін тамағымызды дайындап жіберейін деп, сол сіздермен бөлісейін деп отырмын. Енді бізге қажетті өнімдер мұнда дайын макарон. 350 грамм макаронды мен жаңағы суға майын салып, тұзын салып пісіріп, дайындап қойып отырмын. Содан кейін барып мына жерде 70 грамм сырымызды дайындадым. Сосын кейін барып жұмыртқамыз бар, сосын кейін бұрышымыз бар. Тұзымыз қайда дейтін болсақ, біз жаңа мынаны осы тұзды суға пісіріп алған болатымыз. Енді осыны әуелеп бірінші бізге ыдысымыз дайындап аламыз. Одан кейін керегі 4 жұмыртқа керек. Бұл жерде ұсақ жұмыртқа болғаннан кейін 2 жұмыртқаны 1 жұмыртқа деп санап алып отырмын. Ал бісміллә. Міне жұмыртқамызды жарып болдық. Енді қара бұрышымызды қосамыз. Содан кейін барып жұмыртқамызды осы жақсылап араластырамыз. Міне мына жерде 4 жұмыртқамызбен қара бұрышымызды салып, әбден осылай қосып араластырып алдым. Енді осыны қазір мына макаронның үстіне құятын боламыз. Бісміллә. Үстіне құйдық. Бұл енді бағана айттым ғой сіздерге, жаңағы тұз сеуіп, қайнаған суға салып пісіріп алдым деп. Осыны енді тұзы қосқан жоқпын, себебі тұзы кәдімгідей несі жақсы болып шықты. Одан кейін барып, мына немізді үкіштен өткізіп болған сырымызды осыған қосатын боламыз. Негізі осыны көп балдар жақсы көреді осылай пісіріп жегенді. Сол кезде жақсылап осылай пісіріп берсеңіздер, сүйсінімді жейтін болады. Мінім тағы да жақсылап араластырдым. Сосын кейін жаңа 70 грамм сырымнан кішкене алып қалдым, бетіне әдемілеп себу үшін. Енді осыны қазір біз табаға салып пісіретін боламыз. Әуелі табаға мынандай 1 қасық сары майымызды салып, осыны үстіне қойып пісіретін боламыз. Міне газымызды қостық, табамызды қойдық. Енді осы майды салып ерігенін күтеміз. Мына макаронымды алып келдім. Мына табаның қызды міндетті түрде емес сары май, енді үйдегі бар маймен жасай бересіздер. Егер сұйық май болатын болса, 2 ас қасық құятын боласыздар. Ал бісмілләді пісірейік. Астын бірінші 10 минут пісіріп аламыз. Сосын кейін аударып, тағы да 10 минут пісіріп аламыз. Сонда туп-тура 20 минуттың ішінде біздің сүйікті тағамымыз дайын болады. Осылай крышкасын жауып қоямыз. Міне достар, асты пісті. Енді қазір осыған мынандай қағазымызды жауып аламыз. Сосын ыңғайлы ыдыс болатын болса, менікі осындай ыдыс қалды. Енді осыған аударатын боламыз. Енді осыны қазір содан кейін мына қалған сырды бетіне осылай сеуіп шығамыз. Енді осылай қақпағын жауып қоямыз, 10 минутқа тағы да баяу отта, тек қана баяу отта пісіріп алатын боламыз астын. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Иісінен ақ білініп тұр дәмді екенін. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Ал бісміллә. Міне осындай болып пісті. Қазір жейтін боламыз. Бәрі шамызға ас болсын. Және де мынандай көже жасап қойған, ашытпа көже, бидай көжемен осымен рахаттанып ішетін боламыз.